Сәлем қыздар, қалайсыздар? Осындай әдемі декоративный жастық тігетін боламыз. Тойларға, шашуға береді қазір. Хит жастықтар деп аталады. Осылай әдемі оюды мен интернеттен қарадым да, сызып алып, осылай велюр матасына қиып алдым. Және сол оюларды мен бірінші рет тігіп тұрмын. Және қатты түзеу шыққан жоқ, кішкене қисықтау болды, бірақ бірінші рет жасап тұрғасын ештеңе етпес деп ойлаймын. Жайлап қолымыз үйренеді. Және де алдыңғы видеода мен құрақты қалай тігетінімді сіздерге көрсеткен болатынмын. Сол құрақтардан қазір кішкентай шағындау жастық тігетін боламыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Өте оңай деп айта аламын. Осындай жастық шықты. Мына екі оюмен және екі құрағымды төртеуін бір-біріне біріктіріп тігіп алдым. Артқы матасы, менде дак матасы қалған екен, соны тіктім. Өте оңай, тез тігілетін жастық. Ішіне мақта, соны салдым да әдемі етіп тігіп шықтым. Бұл енді менің бірінші жастығым тіккен. Сол себепті қатты сөкпеңіздер. Лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар.